Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Мен бұл каналда Америка немесе Канадаға жұмысқа, оқуға қалай баруға болады, қалай иммиграциялауға, яғни көшуге болады. Сонымен қатар қалайша ай сайын 2 миллион, 3 миллион теңгеден бастап шексіз 10 миллион теңгеге дейін жалақы алуға болады. Сол бойынша осы каналда сұрақтарыңызға жауап беремін. Егер де менің каналымның тематикасы сіздерге қызық болатын болса, каналға жазылыңыздар, лайк басылыңыздар, видеоларды қарап, астына комментарий, пікір немесе өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы видеолардағы айтылатын кішігірім кеңестер және де мотивациялар сіздердің өмірлеріңізді кішігірім болсын өзгертуге көмектеседі деген ойдан. Бүгінгі видеода айтқым келіп жатқан тақырып, видеоның атауына қарағандай, Америка құрама штаттарына келіп трак-драйвер, дальнобойщик немесе грузовой машиналарды айдау, жүк көліктерін айдау, қазақша айтқанда, сол жұмыстарды істеу арқылы қанша табуға болады. Және де видеоның атауына мен жазып қойғандай, бір жылдың ішінде 12 айда 100 миллион теңге табуға болады ма? Сол жөнінде мен сіздердің сұрақтарыңызға кішігірім жауап беріп, өзім ойымды айтып өтейін. Қараңыздар, Америка құрама штаттарына сіздер келіп, туристический виза болсын, немесе студенческий виза, немесе грин карта лотереяны ұтып алып келсеңіздер де Америка құрама штаттарына келіп, яғни дальнобойщик трак-драйвер жұмысына кіру үшін сіздерге керек болады жұмыс істеуге рұқсат қағазы менен CDL license, яғни commercial driver license деп айтады. Қазір осының барлығын сіздерге кішігірім түсіндіріп өтемін. Commercial driver license деген Қазақстандағы кәдімгі жол жүргізу куәлігі секілді. Б-С категориясы болады. С деген яғни жүк көліктерін айдауға, Б деген жеңіл жүк көліктерді айдауға деп біздегі бөлінеді. Америка құрама штаттарында бұл кішігірім басқаша. Яғни сіз Қазақстанда Б-С категориялы праваңыз бар болатын болса, Америка құрама штаттарына келесіздер, сөйтіп бір апта, 2 аптаның көлемінде жергілікті жол жүргізу куәлігін, яғни D license дейді, жеңіл жүк көлігін алуға, айдауға болатын куәлікті жасатып алуға болады. Оған 2 аптадай уақыт кетеді, ешқандай қиыншылығы жоқ, тек қана тест тапсырасыз, сонымен жеткілікті алуға болады ауыстырып. Ал енді commercial driver license, яғни ауыр жүк көліктерін айдауға сіздерге CDL деген керек. Оған бөлек права болады. Ол да дәл сол секілді. Commercial driver license-ті бүгінгі таңда үлкен қалаларда, Лос-Анджелес болсын, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Майами болсын, үлкен қалаларда орыс тілінде оқытатын жерлер, яғни учебный центрлар өте көп. Сол учебный центрларға келу арқылы сіздер алдыменен Қазақстаннан алып келген праваларыңызды немесе праваларыңыз Қазақстанда мүлдем жоқ болатын болса, осы жерден басынан оқып, айдап, яғни тапсыруға болады. Сөйтіп, жергілікті праваны аласыздар. Бұл D license-тағы. D license-тағы праваны алғаннан кейін, commercial driver license центрге оқуға барасыздар. Сөйтіп, әлгі программаны оқисыздар. Программа біткеннен кейін экзамен тапсырады, және де жүк көліктерін айдап деген секілді, сонда роуд тест дейді. Сол тесттердің барлығын тапсырып болғаннан кейін сіздерге CDL license беріледі. Енді бұл процестің барлығы кішігірім уақыт алады. Сол себепті уақытқа бойынша сіздерге айтып өтейін. Сіздер Америка құрама штаттарынан келдіңіздер, бір айдың көлемінде D license-ті, яғни жеңіл көлікті жүргізуге лицензияны алдыңыздар. Содан кейін сіздерге тапсырасыздар бұл жұмыс істеуге рұқсат қағазы. Егер де ол сіздерге болмайтын болса, егер де сіздер лотерея грин картасын ұтып алып Америкаға келген болатын болсаңыздар, онда сіздерге грин карта беріледі. Грин карта арқылы сіздер жұмысқа орналаса бересіздер, яғни commercial driver license-ті алуға болады. Ал егер де сіздер B1, B2 немесе студенческий визамен келген болатын болсаңыздар, онда сіздерге 2 құжатты алу керек. Ол social security number және де work authorization number. Осы екеуін Америкаға келгеннен бастап өтініш беретін болсаңыздар, ол 6 айдың ішінде алуға болады. 6 ай өтті, commercial driver license-ке тапсырдыңыздар, шамаменен 2 ай, 3 ай, кейбір адамдарда 4-5 айға дейін оқу керек болады. Сонда біз есептейтін болсақ, жалпы тракқа отырып кету Америкаға келгеннен бастап ол 9 ай, 10 айға дейін сіздер сонда күтесіздер. Ал енді көп адамдарда сұрақ қойып жатады. Осы Америкаға барғаннан кейін
10 ай бойы не істейміз, күтуде, басқа да жағдайлар бойынша деген секілді. Иә, Америкада өмір сүру, ол квартираның ақшасы, барлық нәрсе, барлық ақша. Сол себепті уақытша жұмысқа тұруға болады. Уақытша жұмыс ол тек қана уақытша емес, ол постоянно жұмыста болуы мүмкін. Және көптеген баршаларымыз сол жұмыстарды істедік. Олар қандай жұмыстар? Ресторандарда, фабрика, магазин, цехтарда разнорабочий жұмыстар, пәтер көшірісу, көшелерде реклама тарату, немесе өздеріңіздің мамандықтарыңыз бойынша қолдарыңызда не келеді. Кейбір адамдарда телефон, компьютер жөндеу немесе программалар, яғни жабдықтарды орнату келеді. Кейбір адамдарда өлең айта алады, ресторандарға шығып өлең айтып, би билеп деген секілді шоуларды көрсете алады. Яғни жұмыстардың түрлері сан алуан, яғни бұл жұмыстардың барлығы кешқа қолма-қол төлейтін ақшаға тауып аласыздар. Егер де сіздер бұндай қара жұмыстарды істегілеріңіз келмейтін болса, онда әрине өздеріңізбен бірге Америкаға келгеннен кейін 10 айға, яғни 1 жылға жететіндей ақша алып келіңіздер. Сол сіздерге емін-еркін жүруге және қажетті құжаттарыңызды күтуге мүмкіншілік береді. Ал енді Америка құрама штаттарына келдіңіздер, драйвер лайсенсті алдымен алдыңыздар, уақытша жұмысқа кірдіңіздер, істеп жүрсіздер. Сөйтіп жұмыс істеуге рұқсат қағазы, әлгі айтқан social security numberмен work authorizationге тапсырдыңыздар. Оны 6 ай күтіп қолдарыңызға алдыңыздар. Келесі қадам бізде commercial driver license'қа тапсырдыңыздар. Және 2 ай оқып, оны да алдыңыздар. Одан кейін не істейміз? Біз ары қарай, яғни мен осы видеоның астында сілтеме көрсетемін. Сол жерде жұмыс табуға болатын сайттардың тізімі. Сол жерде кіріп көрсеңіздер болады. Яғни біз келесі сайттар арқылы жұмыс іздейміз. Қазіргі таңда күн сайын мыңдаған вакансиялар шығады. Ол вакансиялардың өзі 2-ге бөлінеді. Осында трак саласы бойынша. Бұл owner оператор менен просто трак драйвер жұмыстары. Owner оператор деген ол, яғни сіз өзіңіз трак сатып аласыз, және соныменен жұмысқа кіресіз. Трак owner оператор өзіңіздің трагыңызбен жұмысқа кіретін болсаңыз, сіз бір айдың ішінде $20,000 дейін табыстап аласыз. Ал егер сіздің өзіңіздің трагыңыз болмайтын болса, онда яғни компанияға кіріп, сол компанияның трагын айдай аласыз. Ол жерде табысы шамаменен $8,000, $10,000, $11,000 дейін сондай шығады. Америкаға келгеннен кейін, мен бағана айтқан қара жұмысқа кіргеннен кейін кез келген, сіздер ақша жинап, пока сіздердің құжаттарыңыз дайын болғанша, бір тракқа сондай ақша жинап алуға болады. Яғни 5-6 айдың көлемінде. Сөйтіп, трак сатып алғаннан кейін, өзіңіз уже owner оператор ретінде табыс таба берсеңіз болады. Бүгінгі таңда Америка құрама штаттарында 4 миллионға жуық осындай трак драйвер айдайтын жұмыскерлер бар. 500 мыңға жуық бизнес иелері бар, тіркелген трак саласында қызмет көрсететін. Сонымен қатар Америка құрама штаттарында тіркелген 15 миллион ауыр жүк көліктері бар. Осы салада жұмыс істейтін қызметкерлердің табыстары бір жылда $256 миллиард дейін жетеді. Және бұл жыл сайын артып жатыр. Сіздер де Америка құрама штаттарына келгеннен кейін осы сала бойынша жұмыс жасап көтерілеріңіз келетін болса, осындай табысқа жетулеріңізге болады. Достар, әзірге осы видео ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, видеоның астында комментарийға пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Ал егер Америка құрама штаттарына барғыларыңыз келетін болса, және де сіздерге виза менен басқа да құжаттар бойынша аэропорттан күтіп алу, пәтерге орналастыру, уақытша жұмыс тауып беру, одан кейін сіздердің оқуға түсу, балабақша, мектепке ауыстыру, немесе CDL алу, трак драйвер секілді жұмыстарға орналасу секілді қызметтер, көмектер қажет бар болатын болса, осы видеоның астында контакттер қалдырамын, хабарласыңыздар, тегін консультация береміз. Пікірге немесе Америкаға барғым келеді, трак драйверін айдағым келеді деген секілді пікірлерді қалдыра өтіңіздер, мен сіздерге жауап беремін. Сіздермен болған мен, Сайлау Абди, сау болыңыздар.